Facebook'ta qarasаң, Facebook чыгып атат менин барагым. Олжабай ага, калыңыз калай? Ой, Арба Батыр, жакшыбы? Жакшы, мен сизди Facebook аркылуу, Рух эш аркылуу таанышып эм, энди жүзүңүздү биринчи рет көрүп турум. Рахмат, Саят камсиге. Жакшы болду. Негизгиси кошулуп алдык. Анан техникалык мүчүрүштүктөрдү кечиримдүү бизди көрүп отургандар, угуп аткандар да кечирет, түшүнөт деп ишенем. Бизге бу IT технология жаңыдан аралашып, жаңыдан сиңип атпайбы? Андан өөн издегенге болбойт. Биз темабызга келсек, могу кайры мен жок болуп кетти. Муратхан досум айткандан кийин мен бирден кубана келиштим сиздер менен сүйлөшүүгө. Калайсың сен? Барыбыз анда эфирге чыктык, ишти баштайбыз. Биринчи сүйлөп аткан киши гана микрофон иштеп, калганыңыздар өчүрүп турганыңыздар жакшы. Себеби шум боло берет да, запись сапаттуу болбой калат. Мен бүгүнкү иш-чаранын максатын түшүндүрүп коеюн көрүүчүлөргө, угуучуларга. Биз казак-кыргыз достугу дегенди көп учурда ооз учунан айткан эле бир дүзүр сөз кылып алдык да, анан чындап келгенде казак-кыргыз алака мамилесин маданият жаатында, руханий жаатында бир рухий көпүрө болор иштерди сөзсүз эле бийлик өкүлдөрүнөн жардам күтпөй, бизде бир түшүнүк бар да, бийлик кылыш керек деп бийликке арта сала беребиз. Бирок жеке өзүбүз ошол жүктөмдүктү моюнга алууга болбойт. Бүгүнкү учур адабиятындагы казактын белдүү акын жазуучулары менен биздин кыргыз акын жазуучуларынын ортосунда бир адабий рынокты кеңейтели деген максатта кызматташалы. Биздин Рухеш сайтынын алдында нуска котормочулар тобу бар. 3 жылдан бери, 4 жылдан бери конкурс уюштуруп келатабыз. Түп нускадан казак тилинен кыргызчага которулуп, башка тилдерден англис, түрк, француз, немис, кытай тилдериненчи. Андыктан биз ушул иш-чараны мындан ары да кеңири боордош адабияттар менен, боордош элдер менен кызыталы деп атабыз. Андыктан бүгүнкү күндөгү казак акындарын ошол Муратханга окшогон, Саятовго окшогон адабияттын көрүнүктүү акын жазуучуларын чыгармаларын кыргыз тилине оодаралы. Биздин учурдагы акын жазуучулар бар, казак тилине оодарып, биз ошол менен базарды жаратып, интеллектуалдык товардын базарын кайнатсак болот деген ишенимдемин да. Анан бул жерде отурган Садык Шернияз, парламенттин депутаты, буга чейин коомдук ишмери, меценат, жанагы казактарга кеңири белгилүү айтыш өнөрүнүн негиздөөчүсү. Анан бул жакта биз сайты сөздү казак туугандарга берели, анда кезектешип сүйлөшө беребиз. Өз оюбузду эркин айтып, негизгиси биз баягы сөз бойдон калып калбай, эмнени жасайбыз, жасай алабыз. Өзүбүз жүктү өзүбүзгө алалы, милдетти өзүбүзгө алалы. Муну бийлик жасайт, бийликтен жардам күтүш керек дегенди максатта эмес. Ошол казак-кыргыздын ортосундагы алака мамилени биз канатыбыз жетилип турганда жасасак болот. Бүгүнкү күндө онлайн байланыш менен сүйлөшүп аткандай эле бардык маселени онлайн байланыш менен деле чечсек болот. Андыктан сөздү Саят сен аласыңбы, Муратхан сен аласыңбы? Сөз кезеги силерде. Жақсы, Олжеке. Кеш жарық. Мынау енді сіздердің ұйымдастыруыңызбен, сіздің ұйымдастыруыңызбен мынау Алатаудың арғы беті мен бергі беті бүгін жүздесіп отырмыз. Мен қуаныштымын. Қазақ пен қырғыз жаңағы биенің екі емшегіндей, түйенің екі өркешіндей деп тарихтан бері қарай ауылы аралас, қой қоралас болып ғұмыр сүріп, бауырлас, тағдырлас болып өмір сүрген халық қой. Сосын кейін жаңағы біздің тарихта жаңа айтып отырған айтыс ақындары жайлы анау Сүйінбай, Қатаған, Шөже, тағы басқа көптеген мынау аузы дуалы айтыс ақындары екі елдің еркесі болып, серкесі болып араласқанын бәріміз білеміз ғой енді. Кейін жаңағы Мұхтар Әуезов,
ана Шоқан Уәлиханов мысалы Манасты нұсқасынан жазып көшіріп қағазға түсірген. Сосын Мұхтар Әуезов, бері қарай келе берсем Шыңғыс Айтмұтовпен тағы басқа Олжас Сүлеймен бар. Бері қарай солай тұлғалар жалғасын тауып еліміздегі мынау екі елдің арасындағы қарым қатынасты соның ізін суытпай байланыс жасап отырған. Мысалы бергі жақта Акбар ағалар бар, Ұлықбек ағалар бар. Енді соны арғай жандандырып біздерде бір нәрсе жасайық дегеніңе үлкен рахмет Олжеке. Тек қана үкімет, тек қана билік жасау керек деген нәрсе дұрыс емес. Біз азамат ретінде, біз елдің азамат ретінде еліміз үшін, екі елдің мәдениеті үшін жақсы бір ізгіліктің, адамгершіліктің жолында жұмыс жасауға біз дайынбыз. Әдебиет ардың ісі дейді ғой, ардың ісін жасауға біз дайынбыз. Рахмет сіздерге. Рахмат. Сөз кезегін Садық Шерниязға беріп тұралы. Анан Саят Мырза сөйлесін. Жақсы. Мені уғатасыңар мені? Менің микрофоным жақсы іштебей. Уғылбатасы әке сен күсонды да. Жақшы. Бұл іш бір жақшы іш болып тұрды. Ол жау айтсаға рахмат. Мен қуаныштамын. Бұл жақта қазақ туғандарымды көргенге. Бүгін ұшыл жазушылар жөнінде бір жақшы кеп қозғойын деп тұрауыз. Бұл бірінші болып жатат, мұндай онлайн барлашу. Сондықтан біз шул негізгі сөзі қантип дегеле адабият тармағын жандантсақ деген ойды ойлансақ деймін да. Айтыш өнерін айтып кеттіңер, айтыш өнерінде Құда қаласа бір жақшы нәрсе бар. Жоқ дегенде қазақ менен қырғыз төкме ақындары жылына бір 3-4 жолы жолығып, өзара айтыш өткөзүп, елге танылып, екерге жақып қалды. Мені өкүндүргөнү бүгүнкү күндө қазақ-қырғыз жаш жазуучулардын аты белгилүү эмес. Қырғыз жазуучулары қазаққа белгилүү эмес, қазақ жазуучулары қырғызға белгилүү эмес. Бул мына азыркы биздин эркиндик алгандан кийин, абдан эркин болуп калгандан кийин биз ушундай парадоксалдуу нерсеге туш болуп отурабыз да. Бизге мындай Улуу атабы. Ушул биздин эркиндик заманда кантип биз чынында эркин жаш жазуучуларды өстүрүп алсак жөнүндө, ошол жөнүндө кеп турсак дейм да. Рахмат. Саят Мырза, сөз кезегі сізде. Сіз улай беріңіз сөзді. Ал құрметті ағайын туыс бауырлар, қазақ қырғыз бір туған, басқаларды кім туған деп жазады. Біз бауыр халықтар екенбіз, туысқан халықтар екенбіз. Оны бала кезімізде білмесек те, өсе келе енді бәрін түсініп көріп жатырмыз. Жалпы туысқан халықтар түбі бір, тегі бір, тарихы бір болғандықтан, ойлау жүйесі бір болғандықтан, бір-біріне жақын жүру керек деп ойлаймын. Сондықтан мынау бүгінгідей эфирді ұйымдастырып жатқандарыңызға, Садық аға, Олжабай аға көп рахмет сіздерге. Мынау жана Мұратхан Шоқан досым хабарласып, осындай жақсы нәрсе бастама болып жатыр деген кезде өз басым шын қатты қуандым. Өте жақсы айтып жатырсыздар. Жана айтып жатырсыздар, тек қана оны
жазушылар одағы ғана емес, тек қана мемлекеттер ғана емес, жеке адамдар да осы достықты, әдеби байланыстарды жүзеге асыруға атсалысуымыз қажет. Ол біздің міндетіміз деп те есептеймін. Кезінде біздің Мұхтар Әуезов пен Шыңғыс Айтматов қандай аға бауыр болып, дос болып жүрсе, Шыңғыс Айтматов пен біздің Мұхтар Шаханов ақын ағамыз қандай дос болса, кейіннен Ұлықбек Есдәулет деген біздің жазушылар одағының төрағасы бар, Қазақстан жазушылар одағының төрағасы. Сіздердің Қырғызстан жазушылар одағының бұрынғы төрағасы Акбар Рысқұловпен қандай дос болды. Екеуінің достығы да бізге үлгі. Бірақ өкінішке орай, одан кейін қазақ пен қырғыздың байланыстары, достықтары қандай деген кезде біз айта алмай қалатын болдық. Себебі орта буын қазіргі жастардың буынында бұндай әдеби байланыс, қарым-қатынас өте нашарлап кетті. Енді соны біз жоғалған кеңістікті тезірек қолымызға алуымыз қажет. Осыны сезіп, біз осыдан 2 жыл, 3 жыл бұрын қырғыздың 5 ақынын Алматыға шақырдық. Тыныштықбек Нұрманбетов пен қырғыздың ақыны, біздің қазақтың ақыны Әділғазы Қайырбеков, елдің көзінше кәдімгі бізде Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті бар. Сондағы кездесуде біз ұйымдастыруымыз бойынша екеуі құшақтасып дос болды. Енді айттық, Қырғызстанға Әділғазы Қайырбеков барса, қонақ үй алмайды, Тыныштықбек ағаның үйіне барып жатады. Және бір-бірімен араласады, отбасымен араласады, шығармашылықтарын бір-бірін қотарады, тәржімалайды, аударады деп келістік. Сол сияқты Дәулетбек Байтұрсынұлы, қазақтың ақыны, қырғыздың сіздердің ақындарыңыз Қарбалас Бакировпен дос болды. Олар да сондай халықтың көзінше құшақтасып, бауыр болып дос болды. Мен Атантай Акбаровпен дос болдым. Содан бері 3 жылдан асты бір-бірімізбен дос болып араласып жатқан жайымыз бар. Қырғыздың Назгүл Осмонова деген ақынымен қазақтың Жанар Әбсадық деген қызы, ақын қызы осындай құрбы болып, дос болып, анттасты, уәделесті. Оны әдеби орта кәдімгідей бір соған куәгер болды. Енді олар бір-бірін аударып, осындай қарым-қатынасты, әдеби байланыстарды жандандыруға атсалысады. Енді тағы бір айта кетерлік нәрсе, былтырғы жылы 2019 жылы мынандай кітап шығардық. Бұл кітап қазіргі қырғыз поэзиясы деп аталады. Бұл кітапта қырғыздың 20 ақыны 6-7 өлеңнен осы кітапқа, жинаққа енді. Бұл кітапты біздің Нұр-Сұлтан қаласындағы Түркі академиясы бар. Басшысы Дархан Қыдырәлі деген азамат. Сол кісінің бастамасымен осы кітапты шығарып, Қырғызстанның Қазақстандағы елшісі осы кітаптың тұсаукесеріне қатысты былтыр. Және де сіздерден Сұлтан Раев мырза осы неге тұсаукесерге келіп арнайы қатысты. Сол тұсаукесерге мен де Алматы қаласынан Нұр-Сұлтан қаласына бардым. Енді көп сөйлеп кетпейін, мен сіздерге осы кітаптан 1-2 өлең оқып берейін. Қырғыздың ақындарынан қазақтардың тәржімалағаны. Қожагелді Құлтегін деген қырғыздың ақыны бүгінгі жыр деген өлеңі. Қандай кез бұл таң шығасап кеш кірген, алға бассаң артқы ізіңе жеткерген, үмітіңді қырқып ұстатып, үмітіңді темекідей шектірген. Қандай кез бұл кеште қайта таң атқан, артқа бассаң алға жүріп талаптан, бұрқылдаған темекінің түтіні адамдарға жалған үміт таратқан. Ескі тоның ұлыңа да шақ келмей, ерте қызың жай жүргенде бақ келмей, ақ ниетің ақ сәлдедей болғанды, ала заман ақ көңілмен тап келмей,
Өзіңе сенер жанның жоғын біл. Іздеп көргін күн көрудің жолын бір. Өзің мында тұрған менен қалайша өзгелердің қалтасында қолың жүр. Көңілдерге мұңдай көшіп орнадық. Қарияларды сыйлай алмай сорладық. Оларды бір аңсап күтіп құрметтер, автобустың орындығы болмадық. Жолдар түгіл ойлардағы батпақтай. Кімді болсын қарсы аламыз атқақтай. Ішкіш болып кеткендерге қалайша ішпегендер көрінуде ақмақтай. Қандай кез бұл таң шығасап кеш кірген. Алға бассаң арт қызыңе жеткерген. Үмітіңді қырқып ұстатып, үмітіңді темекідей шектірген. Рахмет, Саят. Кимге сөз сүйлөрдө эле микрофонун күйгүсүп алып эле ошол сүйлөй берсин. Бул жерден баягы сен сүйлө, мен сүйлө деп отурбайлы. Анан биз дагы казак туугандарга мактана турган бир китепти көргөзүп коелу. Абайдын кара сөздүгүн чыгардык. Мына бул китеп жакында Рухес сайтында көрүнүп атабы экрандан? Тиги Абирбек Абыкаев деген агабыз которуп китеп кылып чыгардык, жаңгыр басылмасынанчы. Анан Кутту болсун. Тамаша. Мындан ары дагы биз казак кыргыз мамилесин баягы бир туугандык достуктан сырткардагы рынок тили менен да сүйлөшүбүз керек да. Бүгүн заман өзү ошол да. Анан казактын акындарын биз которолу, биз силердикин которуп, базарга чыгарып, интеллектуалдуу товар катары. Ал эмес казак акындарын китеби чыкса, презентациясын үчүн Кыргызстанда өткөргөнгө болбойт. Кыргыз акын жазуучулардын Казакстанда өткөрөлү. Биз ошо менен интеллектуалдык товардын бир адабияттын немесин көтөрүшүбүз керек да, зоболосунчу. Бир ошол мамиледе келгенде могу айтылган сөздөр калып кетпей. Кыргыз менен казакта бир адат бар да, мактанабыз, бир тууганбыз деп айтабыз, бирок ошол мактанышты иш жүзүндө кылсак деген ниет бар да. Дұрыс, ол жеке ана жаңа шығарған Абайдың кітабын шығарды деп отырсыздар ғой, иә? Бұйырса мынау індеттен құтылса, біздің Алматыда тұсаукесер жасайық. Қырғызша осы сіздер шығарған кітапқа. Анда ошол адаби мадани жаңылыктар менен ошентип мактанып турган чакта бизден бир өрнөк көргөзүп кеткен, маселен Элмирбек Иманалиев болду да, казак кыргыздын ортосундагы достук айтыштардачы. Баягы айтыштарында дайыма таарыч иретинде эмес, нарк насилди көргөздү. Казактын фольклорун үйрөнүп, тарыхын окуп, домбурасын чалып, мына биз ошондой аракеттер менен сөз эмес, иш жүзүндө көргөздү да. Андыктан ошол Элмирбек сыяктуу жазма акындарды, биздин жазуучулардын көбүн биз деги эле кыргыз казак адабиятын ала тоодон ашырып ийүүдө ошол ынтымак ушундай да керек да, достугубуз ушундай да керек. Ошондуктан бүгүнкү максатыбыз да ошолдо. Рухес сайты бир атайын площадка катары пайдалансаңар болот. Буга чейин казак кыргыз акындарыныкын баары эле тең мамиле болот, жарыяланып келатат элге жетипчи. Ондуктан аны силер менен да түзмө-түз кызматташып, биздин Нуска Котормосула тобу менен чыгармаңарды жөнөткүлө, акын жазуучулар менен бир база данныйды түзөлү. Ошо менен биз базарды кайнатсак болот. Мен бир эки сөз кошоюн деп атам да. Мына биз жана айтыш өнөрүндөгү акындарды айтып кеттик. Мисалы Кыргызда Балгынбекти, Айнура Турсунбаеваны, Давлет Керейди, Ринатты деги койчу, ушул аты чыккан казактын төкмө акындарынын баары кыргыз билет. Жана абдан алардын айтышына абдан көңүл коюп, кун коюп угат. Эми кинематографисттер жайын айтып кетейин. Кинематографисттер дагы биз мисалы ушул казактын азыркы кино жаатында жүргөн мейли уюштуруучу, мейли режиссербу Даражан Өмүрбаев сыяктуу, мейли Эрмек Турсунов сыяктуу, мейли уюштуруучу Канат Төрөбай сыяктуу ысымдарды кыргыз билет. Эми тиги аксакалдарды айтпай эле коеюн, тиги Асанали Ашимов, Нарымбетов сыяктуу аксакалдарды айтпаганда. Бирок жазуучулук жагы аксап келет.
Муну моюндаш керек деген ой. Эмне себептен? Мүмкүн жазуучулар өздөрү мүмкүн активдүү эмес чыгар. Менин оюм, жеке пикирим, уюштуруучу киши катары, ушул маданият жаатында жүргөн киши катары айтайын дейм да. Эмне себептүү жазуучулар ушул Советтер Союзу таркагандан кийин эмнеге тушугуп, эмнеге мынчалык кадыр баркы түшүп кетти. Кадыр баркы түшүп кетти дегенде мен коркпой эле айтсам болот. Мисалы, Казакта Абай сыяктуу, Мухтар Абайдов сыяктуу, Олжас Сулейманов сыяктуу бир кезде дүң болгон, дүйнө жүзүнө дүң болгон жазуучулар болсо, Кыргызда Алы Токонбаев сыяктуу, Чыңгыз Айтматов сыяктуу, Түгөлбай Сыдыкбеков сыяктуу дүң болгон дүйнөгө жазуучулар болсо, бүгүнкү күндө эч кимдин аты жок. Эмне себеп буга? Менин оюмча, биринчи себеп жазуучулардын өзүнөн го деп ойлойм. Биринчи себеп жазуучулар баягы Советтер Союзунун убагындагы мамлекетке, Советтер Союзунун убагындагы качан бийлик жазуучулукка көңүл бурат деп күтүп жүрүп, менин оюмча муун өтүп кетти. Бир муун өтүп кетти. Жазылбай, акындардын ыры жазылбай, чыгармалар жазылбай. Эми ошол нерсени биз кантип бутуна тургузсак болот? Дайым эле ушул өйдө жакты карап отура бериш керекпи? Качан өкмөт, мамлекет көз салат деп. Же болбосо интеллигенция өзү чыгыш керекпи? Өзү мен бармын деп айтыш керекпи? Өзү аракет кылыш керекпи, далалат кылыш керекпи? Бирок бүгүнкү күндө жазуучулардын менин жеке оюм бул албетте. Мен кечирим сурайм бул бирөөгө тийип атса. Бирок бүгүнкү күндө жазуучулардын активдүүлүгү дагы, кадыры дагы түшүп турат акыры. Ушуга кимдин кандай ою бар билгим келет да, рахмат. Саке, как раз сөзүн үстүнө түштүм да. Кыргыз акындарын, жазуучулардын баары бакма тооктой болуп атпайбы? Биз качан алгыр куштай болуп өз жемибизди өзүбүз табабыз деген түшүнүккө келбей атабыз да. Баягы бийликтен коммунисттик доорго көнүп калган бакма акын жазуучуларыбыз ошол кол караган тооктой болуп калды да. Андыктан өз алдыбызча алгыр куштай өз жемибизди өзүбүз табалы, тирик карак бололу. Бүгүнкү заман менен замандын корректировкасына биз даяр боло албай атабыз да. Анан заман бузулду, пейил бузулду деп отурган менен болбойт. Бизге азыр эң ыңгайлуу шарт келди. Базар экономикасынын тилин үйрөнө албай атабыз. Ошол бир креативдүү жашоого ыктай албагандан акын жазуучуларыбыз ыкшоо болуп атат, тирик карак боло албай атат. Дагы эле жамбаштап жатат да. Анан элге кадыры жок болуп атканы теледен чыкса же болбосо мындай элге радиодон чыкса дагы муңун айтып атпайбы? Бизге өкмөт карап айтат, коом карап айтат, китеп сатылбай атат депчи. Биз мындай дарттан кутулмайын эч качан адабияттын зоборосун көкөлөтө албайбыз. Мындай чындыктын тили менен сүйлөп, реалдуу карашыбыз керек да. Дұрыс айтасыз, Олжеке. Мен ойымды қосып кетейін сізге. Естіліп тұр ғой мен, иә? Естіліп тұрмын ғой? Естіліп тұр. Угулуп атат. Мынандай, бұл жаңағы өте дұрыс. Біз мысалы, мен әдебиет әлемі деген орталықты басқарам. Мынау Қазақстанның ұлттық кітапханасында Жас қалам деген клуб бар, соны басқарам. Әдебиет әлемі мынау Алматы қаласы жастар саясатын дамыту мемлекеттік қорының қармағында жұмыс жасайды. Енді осы орайда мен 5-6 жылдан бері қарай жастармен жұмыс жасап келіп жатырмын. Көптеген жастардың кітабын шығаруға, олардың жаңағы танылуына, олардың шығармашылығын дамытуына мен бір өзім, жеке бір өзім ақын бола тұра сол жастарды қолдап көптеген игі іс-шаралар өткіздім. Оған енді барлығы қазір мынау әлеуметтік желі жақсы болды ғой. Барлығы осы әлеуметтік желі бетінде тұр, мен не жасап жүргенім. Сондықтан біз билік тарабынан қолдау болып жатады, ол өз алдына, ал біз азамат ретінде, ақын болу өзісің, азамат болу борышың дейді ғой. Ал азамат ретінде біз жұмыс жасауымыз керек, дұрыс айтып отырсыздар. Мысалы, біз осы 2 жылдан бері қарай 100 өлең деген жобаны жүзеге асырып жатырмыз.
былтыр алдыңғы жылы Өзбекстан менен ол жобаны жүзеге асырдық. Қазақстанның 20 жас ақынын Өзбекстанда өзбек тілін аударып, олар бастырып жатыр. Ал біз Өзбекстанның 20 жас ақынын мен сол әдебиет әлемі тұлға достық қоғамдық қоры және мынау Абай атындағы университеттің біріккен жобасы қылып, олардың кітабын біз шығардық. 20 жас ақынын қазақ тілін аударып, осында Алматыда бастырып, жаңағы Өзбекстаннан жас ақындар келді. 6-7 ақын келді, қатысты, үлкен тұсаукесер іс-шара жасадық. Енді міне осы жобаны біз сіздермен жасап жатырмыз. Сіздерде жаңағы Айда Егенбердиева деген талант ақын қыздарыңыз бар. Сол қыздарыңыз арқылы байланыс жасап, қазір жаңағы 100 өлең жобасын енді сіздермен өткізіп жатырмыз. Бұның қаражатын, мысалы, ақшасын билік беріп отырған жоқ, үкіметтен алып отырған жоқпыз, өзіміз тауып отырмыз бұл ақшаны, бастырып шығаратын. Бұйырса алдыда шығады, мынау қазіргі жағдай біраз, мынау індеттің жағдайы біраз жолымызды бөгеп отыр. Болмаса біз сіздердің 20 жас талант ақындарыңызды қазақ тіліне аударып жатырмыз. Күзге дейін кітап шығарып, Алматыда үлкен тұсаукесер жасасақ деп жоспарлап отырмыз. Ал біздің 20 жас ақынды, жас ақын болған енді орта буын ақындар бар, ішінде мысалы анау танылған, ел білетін Қалқаман Сарин, жаңағы Танагөз Толқынқызы дейді, сондай жастар бар, және орта буын болып елге танылған ақындарды қосып, міне сіздерде бастыруға Айда Егенбердиева жұмыс жасап жатыр. Бұл осы іс-шараны енді қараңыздар, нақтылы бір жүйелі түрде жасау үшін бүгін әңгімелесейік, кеңесейік, не істей аламыз, кімнің қолынан не келеді, бірге жұмыс жасауға біз дайынбыз. Кез келген жобаны қолдауға дайынбыз. Мен сөзім мүмкін сіздер түсінбей қалдыңдар, Мұратхан мырза. Мен қазақтары қырғызды шығарбай жатат, же болбосо қырғыз қазақты шығарбай жатат деген ойды айтпадым. Менің айтқаным істеліп жатқан жұмыс жайлы айтып отырмын ғой. Біздің істеп жатқанымыз, енді ары қарай соны дамытайық деп. Менің айтқаным, эмне үчүн ушул 25 жылдык аралыкта биз эркиндик алган аралыкта. Мына тарыхый мындай учур болгон эмес да, Казак менен Кыргызда дагы мындай учурлар болгон эмес, тарыхты карап көрсөкчү. Эркиндик алган учурда биздин өзүбүздүн жазуучулардын деңгээли ушундай болуп калды. Эмне деп ойлойсуздар? Эмне себептүү буга? Бул биз эмне жаңылыштык кетирип атабыз? Эмнени кайра карап көрүш керек? Эмне үчүн ушул биздин убакта бир кезде дүңгүрөп Орта Азиянын мисалы даңкы чыгып турган учурда, түрк тилдүү элдердин даңкы чыгып турган учурда, мейли Авицинадан берки алабыз, Махмуд Кашкарини айтабызбы, Омар Хаямды айтабызбы, Фирдоусини айтабызбы, Улукбекти айтабызбы, андан кийинки мына Абай Кунанбаев, анан кийин Чыңгызды айтабызбы, Мурат Чакановду айтабызбы, Расул Гамзатовду айтабызбы. Бүгүн не болду деп ойлондум. Бүгүн не болуп тур? Бұйырса, енді қазіргі істеп жатқан тірлігіміз сол сіз айтып отырған сұраққа ақырын жауап береді деп ойлаймын. Мысалы, мен сіздердің менің Түнгі лирика кітабым сіздерде басылды Қырғызстанда. Айда Егенбердиева аударып, сіздердің ұлттық кітапханаларыңызда тұсаукесер іс-шара өтті. Сіздердің ақпараттық құралдарыңыз барлығы, мен ризамын, өте үлкен деңгейде жаңағы қолдау білдіріп, менің тұсаукесер кешімді өткізіп берді. Түнгі лирика сіздердің елде сатылып жатыр қазір. Бұйырса енді осы жаңағы сіз айтып отырған кемшілікті енді өзіміз толтырамыз деп ойлаймыз. Қазір көптеген сіздер мына әлеуметтік желі арқылы мен көптеген қырғыз бауырлармен доспын, тілеулеспін. Өте көп достарым бар. Біз кәдімгідей шынайы бір қарым-қатынасты орнатып жатырмыз. Осын енді нақтылар қарай сіздер көп. Мен сізді танимын, жақсы білем. Сіздің анау жақсылап тұрып сөйлеген сөздеріңізді көріп отырам. Анау тауларды берген қырғызға тәңірге жақын болсын деп білесіз ғой.
Тиги бул Сиздин жакта Muratхандын Кыргызстанда өзүнүн көрөрмандары, окурмандары бар. Тиги Айда Эгембердиева мунукун мыкты которгон, экөө чыгармачылык алакада дагы мындай талашып, тартышып которгон эмгек ушулардыкы болду да. Анан бул жактан биздин котормочулардан бирөө Эрмек Шорков деген жигит жазып атат мындай суроо, бүгүнкү иш-чарабызга тиешелүү. Түз эфирге суроо. Тил боюнча айтсак, кыргыз-казак тилдеринин грамматикасынын бөлүктөрү боюнча кашанын ичинде да. Салыштырма типологиясы изилдене элек болсо, лексикография боюнча айтсак түшүндүрмө сөздүк түзсө болор беле. Бул кыргыз-казак котормочуларынын чыгышына өбөлгө болобу деген ой. Биз ошол котормо өнөрүн жакшы жолго койсок, себеби биз канчалык котормону казак-кыргыз бири-бири мыкты түшүнөт деген менен деле, бирок көркөм чыгарманы которууга келгенде татаал, барбыр поэзияны которууга келгенде жанагы ыргактан жаңылып калат. Кыргыз-казак сөздүгүндө деле, бирок ушундай ийкемдүүнү иштеп чыкканга мүмкүнбү? Мындан аркы кызматташыбыз. Анан биздин жана нуска котормочулар тобуна силер казактардын акындарынан берсеңер, акын жазуучуларынанчы, биз ошол котормочулук адиси менен алектенгендер кызматташсын силер менен. Анан Саят Камшыгер дагы бир топ кыргыз авторлорунун атын атай кетпеди. Казакстанда мына булардын которулуп атат деп Кожогелди Култегиндин ырларын окуду. Бул жакшы көрүнүш, мунун өзүчө. Ушундай нерсе көбүрөөк болуп, алака мамиледе барып келиш, катыш. Мына быйыл күн ысып көлүнүн жээгине отуруп бир фестивалдарды уюштурсак болот, чакан топтордо. Китептин презентациясын уюштургула. Биз дагы ошол мейманга чакырып казак туугандарды келип алакада китебиңердин презентациясын өткөргүлө. Биз уюштуруу жагын биз Урухеш сайты моюнга алабыз. Рахмет. Өтө жакшы, суракта өтө жакшы коюлуп жатыр сөздүк тууралуу. Негизи казакча, кыргызча сөздүк барма, жокпу билбейм, бирок осы убакытка дейин мен али көргөн жокмун. Мына кыргыз агайындардан аударган кезимизде биз Абдыкерим Муратовдун, жазуучу Абдыкерим Муратовдун әңгимелерин, балаларга арналган кыска әңгимелерин кыргыздар ертегини жумок дейт экен. Сол жумоктарын аудардык. Бизде казакча ертеги дейбиз. Оны журналга чыгарып жатырмыз. Биз сайттарыбызда сол Абдыкерим Муратовдун Сел деген, Ай астындагы Арша деген сол әңгимелерин аударып коюп едик. Окурмандар өтө жакшы окуду. Және кыргыздын биз жана Садык ага айткандай акындарын билемиз дейт, ал жазуучуларын мүлдө билмеймиз дейт. Сондуктан осундай жаза билетин жазуучулар да бар экен, осы заманга сай дейт. Бирок бир жаманы сөздүк колубузда жок болгондуктан ондай кээ бир сөздөрдө өтө катты кыйналдык. Мен мына Гылым академиясында Казакстанда химия институту бар. Bir химик жигитпен таанышып алдым, кыргыз экен. Сол химик жигитке түндүн бир убагында болсо да телефонду коңуроо согуп, оган сурайм, мына сөздү түшүнбөй жатырмын, мына сөзгө келип туруп калдым, осунун сөзүн айтып жерчи деп. Ол маган кыргызча айтса мен барбыр түшүнбөйм. Ол орусча айтат маган ортасында. Ол мынандай сөз деп. Онда жарайт, мен түшүндүм дейм да, оны орусча аркылуу казакчага түшүндүрүп жатырмын. Осындай негізі сөздік өте қажет. Оны біздің Алматыда тіл білімі институты бар, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы. Сол жерде мамандар, ғалымдарымыз бар. Сіздердің сол ғалым адамдармен, тілшілермен сөйлесіп, бір ортақ түркологтар бір сондай сөздік шығарып берсе, котору, бір-бірімізді аудару, тәржіма жасау өте жеңілдер еді. Мысалға мен Назгүл Османованың өлеңдерін аударған кезінде оның 12 өлеңін аудардым қазірше. Көп жерде тығырыққа тіреліп қалдым. Сөйтіп Назгүлге өзіне WhatsApp-пен шығып, мына сөзді түсінбей жатырмын, осыны айтшы деп айтам. Ол маған не қырғызшасын, не орысшасын да айтып, жанына баламасын жазып қояды. Сол арқылы аударып шықтым. Бірақ соның өзінде мен қателіктер жібердім. Мысалға, Назгүл жаз деп қолданған. Оны Мұратхан, мен де бізде де қазақта да жаз деп ойлаймыз ғой. Тек ол жаз деген қырғыздарда көктем деген сөз екен. Назгүл мысалы мен жазды сағындым десе, мен оны бірден жазды сағынды деп Назгүлді аударып жібергем. Сөйтсем ол жаз дегені көктем екен.
Көрдүңбү? Сондай кыйынтыктарыбыз бар ортамызда. Иә. Сондықтан мен айтар едім, тіл білімі институтының кәдімгі ғалымдары жұмыс істеу қажет деп ойлаймын. Мен Сөздікке. жаңылтпасам Саят сенин котормолоруң кыргыз рухий сайтына чыккан. Эсимде тиги Бір екі ай бұрын Рух Эш сайтына Назгүлдің котормасы менен шықты. Рахмет сіздерге. Ооба. Эми өзүңөрдөн башка да казактын көзгө көрүнгөн акын жазуучуларынан бизге сунуштагыла. Кимдерди бересиңер? Биз силерге прайс-листти беребиз. Ошол боюнча которот биздин адистер казак тилинен. Анан бүгүн эле бир талап болуп атат. Мураткан Шокандын ырларын Ныралы Капаров биздин белгилүү акыныбыз бар. Мен котороюн ушул акындын ырларын мага алып берсең депчи. Мураткан угуп аткандырсың. Мага коптобуңду айда котор электерин жөнөт. Ошол агиши дагы котормочулукта казак туугандардын бир чыгармаларын кыргызча которсун дейт мыкты акындардыкын. Анан Саят сен да жөнөт башкаларга. Буякта Гүлжанат деген бир сулуу отурат үндөбөй. Сөз бар бекен жок бекен анда? Жақсы, мен бұйырса байланысайық, которсын, аударсын өлеңдерімді. Мына жерден де жаңағы мен айта кетейін, біз жаңағы 100 өлең бойынша сіздерден 20 ақынды аударып жатырмыз деп отырмыз ғой. Біздің 20 ақынымызды сіздер жақта бастырғалы жатыр аударып. Бұған жаңағы Қырғызстанның жазушылар одағының Нұрлан Қалыбеков мырза қолдау білдіріп, біз осы жұмыспен барған кезде мен өзім барғам Бішкекке. Қарсы алып, кәдімгі келісім жасағанбыз. Сол бойынша сіздер жақтан бізге 20 ақынның шығармасын жіберді, біз сіздерге жіберіп осылай жасап жатырмыз. Енді бұйырса сіздердің аударма орталықтарыңызбен де жұмыс жасайық. Бізде аударылғысы келетін қазір өзі бұл қайтадан жанданып жатыр. Адамдар бар, ақындар бар. Менің шығармамды осындай аударса деген басқа тілдерге аударылғысы келетін азаматтар бар. Олардың өзімен келісіп, сіздердің қандай шарттарыңыз бар, екі арада мәміле жасап, бұл жұмысты жандандырып жасауымызға болады. Сосын кейін қалай сатылады, оның қаржылық жағы қалай болады, барлығын кәдімгі бір заңды немен бұлай шешіп, келісімдер жасап, жұмыс жасауымызға болады деп ойлаймын. Ол керек. Жаңағы бір сөздік жасау дегенде өте дұрыс, негізі бар ғой. Мынау бізде Түркі академиясы бар ғой, сол үлкен деңгейде сондай бір мынау түркілердің басын қосып біріктіретұғындай бүткіл қырғыз бен қазақтың ғана емес, керек болса барлық мынау айырмашылық бар екен. Өзбекстанның ақындарын аударған кезде де бізде біраз қателіктер кетті. Кейбір сөздердің фарқын түсінбедік мысалы. Бізге оны түсінікті сияқты болып тұрғанмен, оның мағынасы басқа болатын жағдайлар бар екен, жаңа Саят айтып отырғандай. Сондықтан тұтас осы түркі тілдес халықтардың барлығының бір үлкен сөздігі болса, ол тіпті керемет болар еді. Мына котормо өнері эмне үчүн керек? Бүгүнкү күндө багы коомдук илимдер боюнча психология, мындай логика маданияты, конфликтология боюнча философия эмгектери казак кыргыз тилинде абдан аз жарыялануудан, мисалы үй бүлө баалуулуктары, үй бүлө институтун калыптоодо казак менен кыргызда дагы эле баягы зомбулук мамиле бар. Аяз затты уруп соккон, баланы басынткан, ушул жагындагы гуманитардык эмгектерди дагы кыргыз тилине, казак тилине оодаруу керек да. Бизде бүгүнкү күндө глобализация заманында биз өзүбүздүн тилибизди эмне үчүн казак кыргыз сөздүгү да керек. Ошол биз жанагы жөн эле ооз учундагы сөз кылбай, казак кыргыз бир тууган, казак кыргыз дос эл дебей, достугубузду ушундай да тилибизди өрнөк мындай орток түрк маданиятындагы баалуулуктарды которууда жанагы Саят жакшы мисалды айтып атпайбы? Жаз менен көктөмдүн айырмасы казак кыргыз тилинде айырма бар экен депчи. Бизге да көп учурда жөн эле дежур сөз кылып алганбыз. Казак кыргыз бири-бирин котормосу эле түшүнө берет депчи. Андай болбойт эч качан. Түшүнүксүз көп нерсе. Ол жеке. Бул силер азыр өзүңөрдүн жана немеңерге кирип кеттиңер. Котормо, анан сөз түшүнүгү, башка. Сен айта турганың болсо айта бер, кулак сенде. Ооба. Биз биринчиден саат канчага чейин сүйлөшөбүз? 9га чейинби, 9:15ге чейин, канчага чейин? 9га чейин сүйлөсөк болот.
9'ga çeyin. O wagt az kalıp dur. Anda kelgile muna uyuşturуу jagында karaylı. Uşul biz çıkarmacıl adamlar uşul belki profesionalдык tereň çüngüp kirip ketip uyuşturуу jagынан jok bolgon üçin mümkün biz köp aldıga joga alбай жатабыз. Misalı kel Oljoke sen WhatsApp grupa түз. Kazak Kırgız yazıcıların ortalığı degen bir kanday түз. Bu jaktan Muratkan Murza, Sayat Murzalar jaş akın yazıcılarda çakırsın oşo WhatsApp grupuna. Sen Kırgızstарды çakır. Oşondo biri menен жазышып алар. Кичине достук артып, biri менен мындай таанышып алышкандан кийин Казакстангабы же Кыргызстангабы чогулушуу жазайлы. Эгер каражат жок болсо, мындай каражаты жок чогулуш жазса болот. Кандайча? Мисалы Бишкекте казак туугандар эртең менен келип берсе саат 10го. Кечке чейин сүйлөшүп саат 7-8ге чейин. Аны узатып койсо болот да, туура жетип алышат 3 саат, 4 саат Алматыда. Же болбосо Алматыдык деле казак туугандар эртең менен кыргыздар bir автобус болуп барып аттанып барып саат 10-да 11-де баштап кечки саат 6-га чейин бири менен биз көзмө-көз таанышып, бири-бирибизди билип, бири менен ушулар достошуп, биринин арманын бири угуп, биринин идеясын бири укмайынча өсүш болбойт ортодо. Ушундай жолугушуулар керек. Бул жолугушуу минимум bir айда bir жолу болуш керек. Бул жанагы өкмөт партия уюштурулган жанагы официалдуу расмий жолугушуулар эмес. Алар эчтекени бербейт алар. Алар баягы эле дүжүр жазуучулар жолугат, дүжүр сөздөр айтылат, дүжүр коньяктар ичилет, анан тарап кетет ошондойчу. Могундай жакын жолугушуу, бул бөлөкчө болот, булчу. Алар өзлөрү келем деген кишилер келет, мисалы ошо кыргыз жазуучуларына жолугам, жаштарга жолугам, мен алар менен сүйлөшөм, мүндөшөм деп, анан ошондо бийик идеялар, бийик чыгармалар жаралат. Келгиле ушул, эгер силер кубаттасаңар ушундайга өтүшүбүз керек бизчи. Биринчи ошол группаны создавать этели, Facebook'ты, WhatsApp'танчы, Олжоке. Ооба. Анан жанагындай жолугушуунун форматын ойлоп таап туруп, ай сайын жок дегенде бир жолугушуу болуп. Канча адам кааласа. Анда туугандар мындагыла Сакенки жакшы демилге болду. Биз анда шерине уюштуралы. Bir ayda Kırgızistan'a geldi, bir ayda Kazaklarga barabыз. Эки элдин ортосунда ошо şerinde Kazak'ta da var, Kırgız'ta da var. Bu düşünükte jakşı da. Anan oşonu bir jakşı plaşatka kılsak bolot eken. Şerine kılıp Kazaklar bizge meymanga gelip biz silerge varıp oşo menен akın жазуучулардын ортосундагы кызматташтыкты чыңап, көзмө-көз көрүшүп, чыгармаларын талдашып, бири-бирибизди бири сындашып, кызыл жеке болуп, урушуп, талашып турган жакшы да Казак-Кыргыздын достук ошондо мыкты болот. Жақсы. Келісеміз. Онда солай жасайық. Мынау бәрі дұрыс болсын, мынау індет аяқталсын. Бастайық. Сол сіздердің мына айтып отырғандарыңыз өте дұрыс. Бір-біріміздің көзімізге қарап отырып сөйлесіп, бір-біріміздің жүрегіміздің дүрсілін тыңдап отырып әңгімелескенге жетпейді ғой. Анда biz mınday kılalı. Birinci gezekte Sake kanday görüp, Yıl ayında bu Bişkek'e Kırgızistan'a gelgile ısık göldün ceginde oturup birinci adamdı başlayı. Isık göl emi, ısık göl. Men aytpayım, biz janagı azırkı mındayça kıyınçılık uwaktaçı kiçine nemeden Pafos'tan kaçalı da Isık Gölgö Bişkek'e gelip, anan Isık Gölgö'dagı 2 saat barıp, bay Bişkek'ten dele, mına saat erteki 10'ga 11'ge gelip berdi Kazak tuğanlar. Tünü menen tüngö çeyin süйлөшүp, tünde uzatıp törөнгө senin dele Oljoke, menin dele ökmötü jok dele alыбыз жетет турабы. Тамак-ашын берип, жашнакай отуруп, жаялып süйлөшүп дегендей турабы. Колдон келгенди кыла бербейлиби? Качан гана тиги плановый Anan balança iýunga ökmöt plandady dep kütüp oturup berse, muun ötüp ketdi, 25 ýyl ötüp ketdi. 25 ýyl ötüp ketdi ortada. Uşunu kütüp jürüp. Kelgile biz kütpöyle hiç kimdi. Ооба. Hiç kimdi kütpöyle, kayсы wagtda biz taýarbız. Muratkan ekemiz barayık, akıldasıp, äңгимелесip, söylesip, keşke karay
Алматымызга карай кайтып кетейик. Туура. Экөөбүз гана Саят экөөбүз гана эмес. Экөөбүз гана эмес. Мен ойлойм, азырчы бир Мураткан экөөбүз гана барсак, одан кийин ары карай алдагы убакытта тагы сондай бир бастама. Туура, Мураткан, уксаңар. Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы? Азыр WhatsApp группа түзгүлө. Ортодо жанагы катташ болсун, дагы кирсин казактын жаш жазуучулары, идеялары барлары кирсин. Силер бизге келсеңер, 50 адамды тосуп алганга алыбыз жетет. 50 адамды тосуп алганга 2 киши эмес. Мага тең 2 автобус болуп керек эле. Биз эми бере турган тамагыбыз экен силерге. Анан жанагындай жыйындар залын обеспечить беребиз да, мындайча айткандачы. Жыйындар залын жашнакай кылып ал колубуздан келет. 50 адамга чейин. Туруп келип бирок өзүңөр кеткиле, жол киреңерди. Бияка келгенде 2 сыйра тамагын жанагындай жыйындар залын биз кылып беребиз. Кийин казак бауырлар да ошого үйрөнүп алса, ушундай бири-бирибизди кыйнабай, жанагы жатакана, башка дегенде, жанагы помпезный, жанагы ысык көл дегенде, андан көп акча жөн эле кетип калып атат аспангачы. Анан көрөк биз бечара болуп турганда жазуучулар, бечара болуп турганда, ар бир тыйынды кел жакшылап үнөмдөп, жакшылап аны уюмдаштырабыз. То есть 50 адамга чейин келсеңер дагы биздин отургуза турган жерди, сүйлөшө турган жерди, тамак ашын жашнакай кылып, баарын биз обеспечить бере алабыз. Кайсы убакыт десеңер мейли. Кайчан десеңер мейли. Ошон үчүн ас болуп келбегиле. Жакшы, жанагы акындарды алып келишкен жазуучуларды, алардын идеялары бар. Айта турган, бияка келипчи, кыргыздар мындай кылалы. Таанышат бири-бири менен. Буну ай сайын өткөзүп туруш керек. Ай сайын. Ошо ай сайын кыла турганда биз анда мен телепроекттердин бирөө менен сүйлөшөйүн, телеканалдар мененчи, мен КТРКнын Маданият каналы менен сүйлөшөйүн да, Назира алыгысы буга жок дебейт да. Анда казак кыргыздын шернесин ай сайын кылып, бияка келгендерди телевидениеден да көргөзүп, эки элдин достугун ошентип таңазалайбыз анда. Туура. Негизи бар го, сол 2 адам эмес, туруп айтып отур. Мына биздин мисалы Адебиет әлем орталыгында көптөгөн жаштар бар, талантты жаштар бар. Мен оларды бастап бара алам мисалы. Саятты косуп алам. 20-30 адам мисалы 50 болмасын, мисалы 30-40 адам барууга болар мисалы. Бир немен. Бул өйткөнү азыр биздин жаштар орталыгында көптөгөн талантты жаштар бар. Олардын сен барасың, сен каласың демей, баргысы келгендин бәрин. Туура. Туура, келгиле. Алып келгиле, бири-бири менен көрүшсүн булар. Бири-бири менен жолугушсун булар. Ар ким өзүнүн эң мыкты деген чыгармасын окуп берсин, котормочура отурат, анан ошол автор менен өзү алакка түшөт. Кел, мен сеникин котороюн депчи, ошо менен чыгармачылык дараметин өзүнүн визитный карточкасы сыяктуу көргөзгөндөй мыкты чыгармалар менен келсин авторлор. Анан биз алар келсе, ар бири өзүнүн идеясы менен келет да, бүт чыгармачылык иштер. Алар деген укмуштуудай, биз азыр ойлобогондой чоң нерселерге жетишет алар. Болгону биз ошол площадканы түзүп берели. Булардын жолугушуна, сүйлөшүшүнө, баарлашууна, идея алмашууларына, кийинки жаңы чоң проекттерге бул аябагандай жакшы кадам болду. Келгиле, ошон үчүн ушундай площадканы биринчи WhatsApp'тан түзгүлө, Facebook'тан түзгүлө. Мына Гүлжанатта карап отуруп, силер дагы Гүлжанат активдүү болуп. Анан кийин бири-бириңер менен жакшы WhatsApp'теги будан дагы катташып алып туруп, анан жолугушуу жазайлы. Анан ушу жолугушууну дайыма кылып коюш керек. Ай сайын өтө турган кылып коюш керек. Мына ошондо кыргыз казак жазуучулары бир чоң жарылуу пайда болот. Көрөсүңөр. Чоң нерсе пайда болот. Сону жасайбыз. Мен Казакстан жагында мен колдойм, мына кыргызга биринчи келем десеңер, кайсы убак болбосун, 3 күн мурун айтып койсо ол жеке. Ол жекен билет, биз уюштуруп беребиз бардыгын. Болгону өзүңөр келип, өзүңөр кете турган жол кире болуш керек, өзүңөр келип кете турган. Болду. Бу жерде күтүп алып, жанагы тамак ашын башкасын бүттүгүн 8 саат, 10 сааттык программа жасап беребиз. Анан көрүп кетсеңер, анан Казакстанда ошондой жаза болот. Өтө жакшы. Проблема сунуш калды дагы. Саят, Мураткан кимде
сөз калды. Болбосо анда аяктайлы. Иә, 1 сағат болыпты отырғанымызға. Онда рахмет, мынау кездесуді ұйымдастырып, осылай келісіп жатқанымызға мен ризамын. Өйткені бір өмірге келген соң әркім өзінің жеке мүддесіменен, өзінің атақ абыройменен, өзінің жеке бір тіршілігімен кетпей, азаматтық жасап, мынау ұлт үшін, адамзат үшін бір ақылды істер өткізіп, іс-шаралар өткізіп, осы басқа да таланттарды жарқыратып көрсетуге жұмыс жасау, ол үлкен сауапты іс. Осы іс-шараны ұйымдастырайық, осы істі жоғары деңгейде өткізейік деп келісіп жатырмыз ғой. Бұған мен қуанам. Бұл үлкен азаматтық ұстаным. Осыны енді сөз жүзінде қалдырмай іске асырайық. Бірінші рет бізді келсін десеңіздер, біз барайық. Егер сіздер келгілеріңіз келсе, біз шақырайық. Кыргыздар тосуп алсын. Мынау коронавирус деген баракет бүткөндөн кийин кыргыздар тарапка келгиле. Одан кейін бізге, бір айдан кейін бізге келесіздер. Ошентип ай сайын кыла беребиз. Ай сайын кылыш керек. Ай сайын кылалы. Ай сайын кылайык. Садык ака өтө жакшы айтып отурсуз. Биринчи WhatsApp группасын жасап алайык. Олжобой ага, биздин номерлерибизди билесиз го, Муратхандыкы мен әлі білмейсіздер ма? Олжобай, силер мына Саят менен Муратханды да администратор кылып кошсоңор, булар казак бир туугандарды кошот аттарын. Ошо WhatsApp группага. Ошондой бир. Анан бири-бириңер менен ошол жерде сүйлөшүп, таанышып алып, анан биринчи жанагы чогулушун жасайбыз. Мен силерди көргөнгө кубанычтуумун, урматтуу Муратхан мырза, Саят, Гүлжанат, сени. Ол жерге жакшы кылдың, мына идеялар ушинтип пайда болот. Ушинтип идеяларга, жаштарга биз ушундай площадка түзүп берип, бир жакшы иштерди баштасак көрөсүңөр. Кийин ааламга атактуу акын, жазуучулар кыргыз казактын арасынан чыкса жаманбы? Биздин даңктуу жолубузду жаштар улаш керек деген ойдомун. Рахмат. Содан ары карай аударатын китаптар да пайда болот бири-биримизге. Жаңағы жұмыс ары қарай өзінен өзі жандана береді. Ооба, биз кездесуде мысалы бір кітап аударылуы мүмкін, бір ақын келісіп, бір ақынның кітабын бірігіп шығаруымыз мүмкін, аударып. Ооба. Рахмат. Мен Кыргыз Жашоо Союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков менен да сүйлөшөйүн, ушул шериктештикте, ал Жашоо Союзда четте калбайт, анан Казакстандын ошол жалпы жамааты менен бир чогуу шернелик ишти ошолду ишке ашырабыз деп жыйынтыктайбыз. Анда бүгүнкү максатыбызга жеттик окшойбуз. Ал эмес мен күтпөгөн сунуштар айтылып калды. Сакен Демилгесине рахмат. Казак туугандар, силерге да рахмат. Бизге үндөбөй карап отурган Гүлжанатка да рахмат. Өзүмө да рахмат. Жақсы. Рахмет. Ал жақсы, аман болыңыз. Көп рахмет. Өтеңе сәлем айтыңыз Нұрланға. Абайдың кітабы жақсы көрінбей қалды дейді Айқұт. Абайдың кітабын ұлттық кітапханада тұсаукесер жасайық. Абайдың кітабына. Озың амай жақсы анда. Бұның котормосында қанда қазақтарға немен қалпарабыз бұйырса. Мен сіздерді келіңіздер, мен тұсаукесер жасап берейін ұлттық кітапханада. Жақсы озың амай. Мұны қазақ тілінен қоторды болғанда дағы. Тұсаукесер жасайық. Үлкен қылып отыр. Мақұл туғандар, жақсы анда. Жиынтықтайлы сөз. Жақсы, қуаныштымыз, аман болыңыздар.